Майлыкент ауылдық округы Тұрар Рысқұлов ауылына салынған 5 қабатты 2 тұрғын үйдің құрылысы өткен жылы басталған. Бірі 64, екіншісі 32 пәтерлі. Қоныс тойын тойлаушылардың бірі Ұлы Отан соғысының ардагері Василий Ресников. Ардагер осыға дейін қызының пәтерінде тұрған. Да. Разные побочные работы. За складом. Я работал, где только не работал. Өткен жылы құрылысы басталған 64 пәтерлі тұрғын үйдің жалпы сметалық құны 457 миллион теңге, ал екінші көп қабатты үйдің құрылыс жұмыстары 227 миллион теңгеге атқарылған. Қолжетімді баспана мемлекеттік бағдарламасы негізінде бой көтерілген тұрғын үйлердің әлі аулалары абаттандырылмаған. Әзірге жаңадан қоныстанған 96 жанұя жазда шаңы көкке көтерілетін, қыста лай батпаққа айналатын осы жолды кәдеге жаратудан өзге шарасы жоқ. Әзірге жаңа үй тұрғындары осындай лай жолмен жүруге тура келе ме? Жоқ, тура келмейді. Бұл енді осы көктемде күн жылынса, түк жағдай жасалып, бұлар қолайсыз жағдай жасаймыз түгіл. Ауласы тек қана 5 үй салына, сонымен бірге бітеді, бәрі бірге бітеді. Өйткені бітілмейді, өйткені қазір ары бері жүргеннен кейін мына жерге отыру мүмкін, басқа асатқа беру мүмкін. Яғни осы аймаққа алдағы уақытта 64 пәтерлі 3 тұрғын үй, 32 пәтерлі 2 үй құрылысын салу жоспарланған. Айта өтейік, қазіргі таңда Түлкібас ауданында тұрғын үй кезегінде 1292 азамат тұрса, оның 96-сы жаңа жылдың алғашқы 10 күндігінде баспаналы болды. Жұлдыз Жасұзақ, Ерлан Бексейіт, Нар Ньюс.